Сәлем достар. Бүгін біз өте ерекше Наполеон тортын жасайтын боламыз. Осы рецепт бойынша міндетті түрде жасап көріңіздер, видеоны аяғына дейін қараңыздар. Енді тортымызды жасап бастаймыз. Ең алдымен сап-салқын майды теркадан өткізіп, осылай крошка жасап аламыз. Şimdi кесектері қалып қалмау үшін қолымызбен осылай араластырып жібереміз. Одан кейін газдалған суға немесе сап-салқын суға жұмыртқаны, яблочный уксус бір қасықтай, одан кейін шым-шым тұз салып жақсылап араластырамыз. Осы суымызбен енді біз нанымызды біріктіріп илейтін боламыз. Оның сортына байланысты, егер суыңыз аздау болып қалып жатса, кішкене салқын су қосып жіберуге болады. Нанымызды илеп болғаннан кейін салмағын өлшейміз, одан кейін бір келіге етіп 10 бөлікке бөліп шығамыз. Менде міне 697 грамм шықты. Осыны 69-70 граммнан 10 бөлікке бөлетін боламыз. Енді осыны салафанмен қаптап, бірер сағатқа холодильникке қоямыз. Нанымызды холодильниктен шығарамыз. Енді аз-аздап ұн сеуіп, нанымызды өте жұқа қылып жайып шығамыз. Жайған нанымызды пергамент қағазына салып, қызарғанша пісіріп аламыз. Духовкаға салмас бұрын нанымызды осылай өлшеп жететін кесіп, одан кейін шанышқымен ортасын тесіп қоямыз. Өйткені нанымыз көтеріліп кетеді. Осылай қызартып барлығын пісіріп аламыз. Енді біз крем дайындайтын боламыз. Кремге сары майымызды алдын ала холодильниктен шығарып қоюымыз керек. Бөлме температурасында болу керек. Аппақ болғанша біраз миксерлейміз. Одан кейін барып сгущенканы қосып, тағы да миксерлейміз. Егер майымыз салқындау болса, немесе сгущенка салқын болатын болса, миксерлегенде іріп кетуі мүмкін. Сол үшін екеуі де бөлме температурасында болуы қажет. Майды, сгущенканы миксерлеп болғаннан кейін біз бөлек ыдысқа сливкиді құйып, сливки мен сахарный пудраны миксерлейміз. Сливкиміз дайын, енді екі кремімізді араластырамыз. Енді тортымызды жинаймыз. Осылай таразыға өлшеп отырып салуға болады, немесе үлкен қасықпен 2-3 қасық қоссаңыз, 10 қоржыға теңдей жететін болады. Диаметрі 21-23 сантиметрге дейін болады, менікі 22 сантиметр. Ең үстіңгі коржымызды салғаннан кейін осылай
басамыз, артық кремдер шығады және тегістеледі. Ең үстіне қалған кремімізді жағып, одан кейін тортымызды әдемілейміз. Қалған кремдерден жан-жағына жағамыз. Одан кейін жаңағы торттың шетінен шыққан қалғандарын үгітіп, бетіне жан-жағына себетін боламыз. Наполеонның креміне ақ шоколад қосып жасайтын тағы да бір түрі бар. Ол да өте ерекше дәмді шығады. Оны алдағы уақытта сіздермен бөлісетін боламын. Наполеонның бұл түрі өте қолжетімді және дәмді шығады. Бетіне қалауыңызша әртүрлі жидектер қойып, немесе осылай сахарный пудра себеміз. Видеома ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.